Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен өте керемет болып шығатын булочкин рецептімен бөлісетін боламын. Бұл рецепт бойынша жасайтын болсаңыздар, бір жасағаннан керемет болып шығады. Ал кеттік. Жылы сүтімізге жылы суымызды құйып, қант, тұз, ашытқы салып араластырып, жұмыртқамызды саламыз, сұйық майымызды құямыз. Сөйтіп, ұнымызды салып, жұмсақ қып илейміз. Бәрін видеодағыдай жасайтын болсаңыздар, өте керемет болып шығады. Салмасына джем, повидло немесе вареный сгущенка қоссаңыздар, күшті болып шығады. Қайнатпалы сгущенканы қосатын болсаңыздар, өте қою сгущенканы қосқан жөн. Себебі сұйық болатын болса, піскен кезде бәрі ақ кетуі мүмкін. Міне достар, қамырымызды иледік. Енді мен бір көтерілгеннен кейін бірден жасай бердім. 4 бөлікке бөлдім. Әр бөлікті шайып, салмасын салып, 180 градуста қызып тұрған пешке пісіреміз. Егер де мен видеом ұнаған болса, маған жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.